көзін не дейді, тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді дейді. Былайша айтқан кезде әйел адам повод бермеуі керек деп тұр ғой. Ал поводқа не жатады? Айналайын әке қарындастар, еркекке повод беру үшін оны алдына барып сөйлеп қажет емес екен ғой. Сенің көшеге сол сұлу болып шығуыңның өзі, иіс-су себініп, әдемі болып шығуыңның өзі, бұл уже қайда барсаң онда бар, расул, бұл уже повод. Почему именно к вам он начал катить, да, этот нездравомыслящий человек? Почему к другим сестрам мусульманкам он не катит, да? И я считаю, что я вот знаю вас, и видел ваш контент. Я считаю, что ваш контент немного вульгарным. Ваше поведение немножко не соответствует мусульманской, да, девушке, да, сестре мусульманке не соответствует. Жүр ғой, мешітке келіп жүр ғой деген сияқты, мүмкін өзіне бір жаңағыдай бай іздеп жүрген шығар деген сияқты. Сол үшін үйде оқыңыздар, намаздарыңызды, бір қатты мұқтаждық болса, жаңағыдай ғана шығыңыздар. Немесе қасыңызда ініңізбен, ағаңызбен жүріңіздер. Шығатын болсаңыздар. Ол нәрседе дұрыс емес, мына қарындасымыздың былай андамында шығып жүрген. Нет. Нет. 2 жылдан кейін маған 2 жыл емес, 2 жылдан кейін Иса бүкіл Сізге не керек? в общем, в режиме родственника. Жоқ, сізге не керек? Не керек? Просто әңгіме үшін. Әңгіме айту үшін? Я вам проститутка. Жезөкшемін ба? Или маған әңгіме айтып саған келіп тұрмын ба мен? А? Давай, ассалаумалейкум. Вот именно. Валейкум ассалям. Всем привет! Я Наурзбаева Эммануэла. 2025 года, 24 июля в Казахстане, город Ахтубе, мечеть Нур-Гасыр, общественное место. Ко мне приставал незнакомый мне мужчина непристойными словами, действиями, жестами и намеками. 29 июля состоялся суд. В ходе разбирательства стало нам известно то, что мужчина ранее был судим по уголовному делу за хулиганство и отсидел свой тюремный срок. Также было известно нам то, что в январе было зарегистрировано заявление по той же статье, как у меня. Он приставал к другим людям в мечети. То есть моя история не последняя, не первая, а всего лишь следующая. На данный момент мужчина арестован на 5 суток. После того, как он освободится, будет проводиться экспертиза. Если он и вправду болен, в таком случае его место в больнице. Если же это подделка, ложь, в таком случае это уголовное преступление. За это тюремный срок или крупный штраф. В любом случае, как решит суд Республики Казахстан. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар. Алла Тағала күндеріңізге береке берсін. Түнде уақытым болғанда инстаграмда жазбаларға жауап беретінмін. Бүгін түнде ашсам іші толып қалған екен. Мұсылман әпке қарындастарымыз кешегі видеоға қатысты реніштерін білдіріп жатыр екен. Біразына сол жерде ақталып жауап бердік. Біразы біз бұл жерде сөйлеспейміз. Сол видеоны шығарған себебіңізді желіде жауап беріңіз дегеннен кейін қайттан шығып отырмыз. Біраз кісілер айтып жатыр, мұсылман әпке қарындастарыңызды қорғамайсыздар ма дейді. Дұрыс, мұсылман әпке қарындастарымызды біз қорғауымыз керек. Бірақ қалай? Ол анау жау кеткеннен кейін өтірік герой болып түс қайта былай қылыш сермеудің қажеті жоқ. Біреулер видео шығарып отыр ғой, мен үйтер едім, мен бүйтер едім дегенше. Сол Мануэла қарындасымыздың басына сол іс түсіп жатқан кезде сол жерде жігіттер қарап тұрған екен ғой. Сол жігіттер мына қарындасымызды қорғау керек еді. Сол жерде қорғау керек еді оны. Анау сандырақтап тұрған жігіттің барып бетінен бір шапалақпен тартып жіберіп, мына қарындастан кешірім сұрату керек еді. 2 күннен кейін мынау кінәлі деп айқайлағаннан түк пайда жоқ. Өйткені біздің елде заң бар. Заң қолға алғаннан кейін олар онсыз да бұл қарындасымызды қорғап алады. Ал анау адам өзінің істеген қателігі үшін, күнәсі үшін жазаланады. Оны заң шешіп қойды оны. Біздің айқайлағанымыздан ешнәрсе өзгермейді. Енді Алла көруші ғой. Ертең мұсылман бауырлар, ертең Алланың алдына барған кезде осы іске қатысты кім қандай ниетпен сөйледі, Алла Тағала бәрін ашып береді ғой. Менің сол видеоны шығаруыма себеп болған нәрсе. Біреуді кінәлі, біреуді ақ, біреуді қара қылып шығару емес. Ол жерде түсінікті кімнің кінәлі екені. Ана жігіт шайып тұр ғой, ол түсінікті болып тұр ғой. Маған осы видеоны жібергеннен кейін
мен бірден астында комментарийдасын. Өйткені мына анти-исламдар бұндай видеолар жай жібермейді ғой. Олар бұны қару қылып қолданады ғой, пайдаланады ғой. Негізгі астындағы жазып жатқандар осы анти-исламдар. Олардың негізгі мақсаты мешіт медреселерді жабу, мұсылмандарды жою ғой. Ана жерде ана еркек ол ешкімге қызықта болып тұрған жоқ негізі көбісіне. Өйткені бәрінің айтып жатқан ана еркек қателесті деп жатқан жоқ. Міне намазхандар осындай, бұлардың бет пердесі ашылды, мешіт осындай, ислам осындай, мұсылмандар осындай деп жатыр. Шындап келген кезде Мануэлла қарындасымыздың өзі де мұсылман еді ғой. Егер ақылға салып қарасаңызда, оларға негізгі мақсат мұсылмандар даттау, қаралау еді ғой. Сол видеоларды көргеннен кейін ашуға буылып жаңа видеоны шығарған болатынбыз. Әлбетте ашуға беріліп қатты сөйлеп қойғанымыз бар, артық сөйлеп қойғанымыз бар. Ол мұсылман бауырларымыздан кешірім сұрауға намыстанбаймыз ғой. Мануэлла қарындасымыздан да кешірім сұраймыз, артық сөйлеген болсақ. Егер күнәлі сөз айтқан болсақ, Алладан да кешірім сұраймыз. Бірақ ол жердегі менің ойым сол болған еді, бұл қарындас ертең заңға жүгінеді. Өзін өзі ақтап алады, заң оны ақтап береді. Ал анау сандырақ, ол сол айтқан сөзі үшін заңның алдында бәрібір жауап береді, мынау қыздың алдында да жауап береді. Бірақ бұл уақыт өтер, ол сотталар, мүмкін ақысын төлер, уақыт өтер, бұл тірлік шешілер, жоқ болар. Бірақ мына видео өшпейді, бұл желіде жүре береді. Бұны жылдар өткеннен кейін де мына анти-исламдар пайдалана беретін болады. Сол үшін осы қарындасымызға осы видеоны салмай-ақ заңға бара салу керек еді ғой деген секілді сондай ренішпен видео шығарған болатынмын. Алла разылығы үшін ол қарындасымыздан да кешірім сұраймыз. Негізгісі мынау осы видеоның да астында енді мынау анти-исламдардың ой дырылдатып тұрып жазатынын біліп тұрмын. Бірақ олардың не жазатыны маған қызық емес екен. Мен мұсылман бауырларының алдында ақталып отырмын. Одан намыстанбаймын. Алла тағала мұсылмандарға ауызбіршілік, ынтымақ берсін. Елімізді Алла тағала дінсіздерден сақтасын. Елімізді қияметке дейін Алла тағала ислам дінімен жеткізсін. Қазақтың қыздарына Алла ұят берсін. Қазақтың жігіттеріне Алла тағала намыс берсін. Алла тағала мұсылмандарға, елімізге ауызбіршілік, ынтымақ берсін. Алла тағала осы қарындасымыздың ісіне жаңағы бізге жазып, реніштерін білдіріп, мұсылманды қорғап жатқан әпке қарындастарымызға да Алла тағала сіздерді қорғасын. Екі дүниеде де баршамыздың жүзімізді жарық қылсын. Ертең бәріміз Алланың алдына барамыз. Сол кезде әркім өзінің ішіндегі ниеті үшін жауап беретін болады. Біздің ниетіміз сол Алла үшін ислам дініне тіл тигізгендерге жүрегім ауырады. Соларға қарсы отырып мына кісілерге сөйлеп жіберген ақ қой. Алла қуат берсін баршаларыңызға. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.